Бүгін мен кездейсоқ футбол матчындағы жан күйерлердің арасында болдым. Шынымды айтсам, футбол көруден гөрі ойнағанды жақсы көремін. Бірақ бұл матч мені ойландырды. Бір команда бар, күшін салды, бірақ жеңіске жете алмады. Сонда мен ойладым, өмірде де дәл солай болады. Кейде біз көп еңбек етеміз, жоспар құрамыз және нәтижеге үміттенеміз. Бірақ бәрі біз қалағандай бола бермейді. Сол кезде мынаны есте сақтау маңызды. Барлығы тек біздің қалауымызға байланысты емес. Кейде оқиғалар біз күткендей болмайды. Бірақ бұл тоқтау деген сөз емес. Алға қарай жүруді, үйренуді және үміттенуді жалғастыру керек. Бүгін болмады, бірақ үмітіңді үзбе. Бәлкім ұлы жаратушы алда жақсырақ нәрсе дайындап қойған шығар.